Қазақтың өзіміздің ата-бабамыз ислам болғаннан кейін, ислам дінде болғаннан кейін, мұсылман біздің ата-бабамыздың өз сол түсінігі, ұстанымы сондай. Қазақ айтады, бүйтіп айтады. Алла тағала малымды алса да, пейілімді алмасын дейді де. Пейілім, малым жаным садақ, жаным арымның садақасы дейді. Осы мына Алтай мен Атыраудан, мына Алатау мен Арқаға дейінгі осынша үлкен ұлан байтақ жерімізге қазақтың пейілімен, ата-бабамыздың пейілімен осы жерге ие отырмыз. Біздің қазақтың бойында мен айтайыншы дегенім ансарлық бір сипат бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ансар деген сахабилері Мәдинеде қарсы алған, жаңағыдай жәрдем етушілер деген топ, мешіттен көшіп келгендер. Сол сияқты біздің халықтың өзінің бойында сондай сипат бар. Кеше анау екінші дүниежүзілік отан соғысы кезінде деді, одан кейін қаншама коллективизация анау тың игерген кезде қаншама халықтар келіп жатса да, осы жерлерде халық өзінің жаңағыдай бөлісіп өзімен халықтың пейілі кеңде, Аллаға шүкір. Сондықтан Алла осы пейілімізден ажыратпасын.